Баршаңызға жалынды сәлем достар. Бүгін сіздерге 1992 жылғы «Гладиатор» атты фильмін қысқаша айтып беретін боламын. Әрине, лайк пен подписаться кнопкаларын басуды ұмытпаңыздар. Ал біз көпке созбай осымен бастаймыз. Томми өзінің әкесімен бірге қаладағы ең қауіпті районға көшіп келеді. Жаңа мектепке келген балаға класстастары тыныштық беретін емес. Томми барынша сабыр сақтауда. Бір кезде оқушылардың біреуі оған алыс отыруды бұйырады. Бірақ шыдамы таусылған Томми енді онымен төбелеске жатқанда кабинетке мұғалім кіріп келеді. Енді класстасы оған сабақтан соң сазайын беретін болды. Осылай екеуі сабақтан соң мектеп артында жолығады. Класстасы онымен қоса өзінің бандасын ертіп келген екен. Банданың басшысы Ред Томмимен сөйлеске жатқанда ар жақтан Линкольн бастаған районның екінші бандасы келеді. Екеуі сөзге келіп, ақыры банданың басшылары бірге бір шығуды шешеді. Төбелес кезінде Ред пышағын алып шықса да Линкольннің берілетін түрі жоқ. Бір кезде мектеп мұғалімдері келген соң бәрі жан-жаққа тарай бастайды. Томмидің үйіне қарыз жинап жүрген адамдар келіп тұр. Шын мәнінде Томми анасынан айырылған соң әкесі ішімдікке беріліп қарызға белшесінен батқан екен. Сондықтан осы районға көшуге мәжбүр болыпты. Енді жігіттер әкесінің тезірек $1200 қайтаруын ескертеді. Әйтпесе апта сайын процент қосылып отырады екен. Осыдан кейін Томми әкесімен жолығады. Сөздеріне қарап, әкесі баласын қатты жақсы көретіні байқалып тұр. Баласының көңіл күйі болмаған соң, әкесі одан не болған сұрайды. Жасыра алмаған Томми оған қарыз сұрап адамдар келгенін айтады. Тез арада әкесі оларға қоңырау шалып, қарызды жақында қайтарамын дейді. Ал егер балама тағы да жақындасаңдар, өлтіремін деп ескертеді. Әкесі әйелінің өлімінен кейін шынымен бәрін құртып алғанын мойындап, енді бәрі жақсы болатынына уәде береді. Томмидің әкесі басқа қаладан жақсы жұмыс тапқан екен, сондықтан Томми бір ай жалғыз тұратын болды. Енді әкесіне көмектеспекші болып, Томми кафеде жұмыс істеуде. Бір күні Томмиді жұмыстан күтіп алған Ред пен оның бандасы оған бұл районда кімнің бастығы екенін көрсетпекші. Томмиді жерге құлатқан соң шыдамы таусылғаннан ол екі жігітті де соққыға жібереді. Енді Редті ұрмақшы болғанда белгісіз біреу келіп екеуін ажыратады. Сөйтсе ол жергілікті бокс промоутері Джек болып шықты. Джекке бұл баланың төбелес стилі ұнаған екен және $600 ережесіз жекпе-жекке шығуды ұсынады. Бірақ Томмиға ақшадан көрі бастың амандығы маңыздырақ. Бірақ Джектің да қоятын түрі жоқ. Осылай Томми $1200 үшін төбелесуге келісіпті. Келесі түні жекпе-жек алдын Томми өзінің жаңа тренері Ноймен танысады. Нойдың алғаш айтқан кеңесі бұл кәсіби бокс емес, керісінше өмір үшін күрес. Жертөледегі төбелесте ереже ешкімді қызықтырмайды. Онымен қоса Томмидің алғашқы қарсыласы ережеге бағынбайтын қара өлім атты жігіт екен. Күтпеген жерден Томми өзінің класстасы Романды кезіктіреді. Роман оның қарсыласы кім екенін естіп, шығардан алдын өзінің бірнеше кеңестерін айтады. Көрермендердің бәрі ақшаларын қара жігітке тігуде. Төбелес кезінде Томмиге бірінші қарсыласының шынтағы тиеді. Келесіде соққысы төмен жерге тиген соң отырып қалады. Келесі раундта қарсыласы шаршап қалғанын байқап, енді Томми ауыр соққылармен оны әзер жеңіп шығады. Осылай көрермендер арасында жаңа кумир пайда болды. Келесі күні Томми ақшаны алу үшін Хорн атты аренаның бастығымен кездесуде. Сөйтсе Хорнда баланың шеберлігін ұнатқан екен және де ендігіден бастап бірге жұмыс істеуді ұсынады. Бірақ Томми бұл ұсынысқа түбегейлі қарсы, өйткені оның ойынша басты жарақаттағаннан гөрі кафеде ыдыс жуған артық. Біраздан соң Томми өзінің сыныптасы Дананы кезіктіреді. Томмидің ережесіз жекпе-жекке қатысқанын естіп, Дана оған алаңдай бастайды. Бірақ Томми қызға енді төбелеспеуге уәде береді. Бірнеше күннен кейін Хорн Томмиді қайта офисына шақырады. Бірақ Томми бұл жолы да ұсыныстан бас тартуда. Хорнның айтуынша Томмидің әкесі оған $1200 емес $15,000 қарыз екен. Ал 1200 ол жай ғана комиссия болып шықты. Егер Томми қатарынан 3 жекпе-жекке шықса, қарыз толықтай жабылатынын ескертеді. Ал Томми әкесі үшін бәріне дайын болып шықты.
Үйге қайтар жолда Томми өзінің сыныптасы Линкольнға Ред бандасының жігіттері жабылып жатқанын көреді. Томми оған барынша көмектеспекші, бірақ банданың саны көп болғандықтан екеуі қашуға мәжбүр болады. Линкольннің жасы кішкене болса да өзінің баласы мен әйелі бар екен. Сондықтан да оларды асырау үшін Томми сияқты ережесіз жекпе-жекке қатысып жүр. Келесі күні Томми өзінің жаңа досы Линкольннің төбелесін бақылайды. Жекпе-жек өте ауыр болды. Линкольннің қарсыласы дене жағынан үлкен болса да, жас жігіт соңына дейін берілмей жеңіп шығады. Осыдан кейін Томми өзінің тренерінен Хорнның бұрындары ауыр салмақ бойынша бокстан чемпион екенін естиді. Келесі күні жаттығу кезінде Томмиге сыныптасы Дана келеді. Жас жігіт сабақтан көп қалған соң Дана оған алаңдаған екен. Томми қызға өзінің отбасында болып жатқан жағдайдың бәрін айтқан соң, Дана бәрін түсініп, екеуінің арасында сезім пайда болады. Томми Линкольнмен және Романмен жақын араласып, үшеуі үнемі бірге уақыт өткізуде. Бір күні Романның қарсыласы ретінде рингқа Ред шығады. Роман оған қарағанда күштірек болып шықты. Раунд аяқталғанда Редтің тренері оның перчаткасына арнайы сұйықтық құяды, ал Томми болса бәрін көріп тұр. Төбелес кезінде қарсыласы Романды қолымен қысып алған соң, Романның көзі сұйықтықтан бұлдырай бастайды. Әзер қозғалып жүргенде Ред оны аямай ұрса да, төреші оларды ажырататын емес. Бір кезде шыдай алмаған Томми гонгты ұрып жекпе-жекті өзі тоқтатады. Рингқа келсе досы ессіз жатыр. Келесі күні емханаға келген Томми дәрігерден Романның енді жүре алмайтынын естиді. Ашу үстінде Томми досы үшін кек қайтармақшы болып, енді Редті жекпе-жекке шақырады. Төбелес кезінде ұпай жағынан Томми бірінші болатын. Бір кезде Редтің қолына тренері тағы да сұйықтық құйғанын көреді. Редтің ойын түсініп, төменгі жеріне соққы жіберген соң, көп ұзамай бірнеше ауыр соққылардан соң Ред иісінен таныды. Енді Томмидің тек бір ғана жан досы қалды, ол Линкольн. Линкольн өзінің алдыңғы жекпе-жегінде басынан қатты соққы алған екен және содан бері жиі есінен танатын болыпты. Дәрігердің айтуынша, миы қатты жарақат алған және емделу үшін кем дегенде 2 ай керек. Бірақ Хорнның оған дайындап қойған жоспары бар. Сол күні Томми келесі жекпе-жекті Линкольнмен өткізетінін естиді. Томми әрине бұл ұсынысқа қарсы, бірақ Хорн оған әкесін есіне салады. Онымен қоса екеуі дәл қазір аренадағы ең танымал боксерлар екен. Бұл жекпе-жекті жеңген адам үлкен көлемді ақша алады және кәсіби боксқа шығуға мүмкіндігі бар. Бастықтың ойын өзгерте алмайтынын түсінген Томми енді досы Линкольнға барады. Бұл жолы Линкольн отбасының жарқын болашағы үшін келісіпті және де Томмиге де барынша төбелесуді ескертеді. Арада бірнеше күн өтті, аренаға өте көп адам жиналуда. Хорн Томмиға қолдау көрсету үшін Дананы шақырған екен. Томмидің төбелесуге ниеті жоқ, ал Линкольн болса соңғы рет төбелескендей соққылар жіберуде. Томми тіпті нокдаунға түссе де раунд бойы ешқандай соққы жібермейді. Көрермендер Томмиға наразылығын білдіруде, ал Линкольн болса оған төбелесуді бұйырады, өйткені Хорн оларға үлкен ақша төлеуге дайын. Раунд аяқталғанда Хорн егер Томми төбелеспесе қызына қауіп төніп тұрғанын ескертеді. Амалы қалмаған Томми раунд бойы досының корпусынан ұрып шығады, бірақ басына мүлде тиіспейді. Томми оған жекпе-жекті доғаруды ұсынса да Линкольнның берілетін түрі жоқ. Көп ұзамай ауыр соққымен Линкольн досын тағы да нокдаунға жібереді. Бір кезде Томмидің берілгенін көргенде барып, Линкольн есін жинайды. Сол жерде екеуі төбелесті аяқтағанда рингқа шыққан Хорн Линкольнға жекпе-жекті соңына дейін аяқтауды бұйырады. Бірақ Линкольн оған ендігіден бастап жұмыс істемейтін болып шықты. Жауап ретінде Хорн ауыр соққымен Линкольнді нокаутқа жібереді. Енді Томми досы үшін тұрмақшы болып Хорнды жекпе-жекке шақыруда. Егер Хорн ұтса, онда Томми оған өмір бақи жұмыс істеп өтеді. Ал Томми ұтса, Хорн қарыз жайлы ұмытуы керек. Хорн рингқа перчаткасыз шығып, өзінің өнерін көрсетуде. Бірнеше раундтан кейін тренер Томмиге кеңес береді. Енді бір қолы сынған кейіпте жүрген Томми қарсыласы босағанда барып, ауыр соққымен оны есінен тандырады. Сөйтіп, Томми әкесінің қарызынан құтылып, жеңісті қызы мен досына арнайды.
Осымен біздің Гладиатор атты киномыз аяқталады. Достар, видеоны соңына дейін көргендеріңізге үлкен рахмет, және де лайк пен подписаться кнопкаларын басуды ұмытпаңыздар. Ал ендеше келесі видеода жүздескенше сау болыңыздар.